қора салып бітірмесек, біздің қойларымыз қырылып қалуы мүмкін жартысы. Бір түннің ішінде қатты аяз болса, 30, қалған 29 қойдың бәрі қырылып қалды. 10-15 миллионға квартира аласың деймін ғой. Сөзімде жоқ. Ештеңе айтқым келмейді. Конкретно екі қой қойып жасын. Бәріне мен жанды, өнім асым қуаны, сәл отбасымның қамы, қайтам, айтам. Біз Ақсеңгір ауылынан 3 отбасыны таңдап, оларға 30 қой және 2 ангус сиырын бердік. Жоба соңында қойдың санын көбейткен және сиырдың салмағын өсірген отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Бәріне сәлем, қалайсыздар, амансыздар ма? Стендапты ойлап қалдыңыздар ма? Жоқ. Бүгін бізде Құнар Плюс жобасының жаңа шығарылымы. Біз осы шығарылымда отбасылардың қораларын тексеріп, ангус сиырларының хал жағдайларын біліп қайтамыз. Дәл осы жерде паузаға қойып, каналға тіркеліп, лайк басып және қай отбасыға, қай блогерге жанкүйерсіздер жазып кеттіңіздер міндетті түрде. Ал біз шығарылымымызды бастаймыз. Кеттік. Бәріне тағда сәлем. Бүгін бізде отбасылық және блогерлік сайыс екеуі қосылып, қазы жасап жарысады. Бізге уақыт берілетін 3 минут. Бізде әзірге тұздап жатыр. Қазір тұздап болғаннан кейін 3 минут уақыт береміз. Кім ұзын қылып қазыны жасайды, сол команда жеңіске жетеді. Бәрі оп-оңай. Мен әр конкурс сайын шын айтам, барын салам ше. Хоть ол әйелдер конкурс болса да, мысалы қыздарда барын салатар, еркектер конкурс болса бәрін көресің да. Жалпы қазір жасап көргенсіз ба? Рәзия? Қазір жасап көргенсіз ба? Жоқ. Серьезно? Бұның айналыспағансыздар ғой? Сәбиркин қазір жасап көргенсіз ба? Жоқ, жасағамыз. Ой, Дәкесі қазір жасап көргенсің ба? Жоқ. Марта ханымда бұрын соңды қазы айналдырып көрмепті. Екеуміз алғаш рет айналдырдық негізі қазыны. Мен қарныма сал жерік та. Онда ет жоқ бізде. Болды. Егер де дайын болсаңыздар, бір-бір сәлтөр жасаңыздар. Ешкім дайын емес қой, айналайындар. Ал, командалар дайын болсаңыздар, мен 1-2-3 дегенде сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Уақыт засекать етіңіздер? Өзім засекать етем ба? Болды, бар екен. 2 минутта тоқта деймін, тоқтаймыз. Тоқтағаннан кейін тығыз жіберу дейтін жоғынан. Ой, сол қазын түсінеміз. Әлі жаман болып жүрмін сол қазыдан. Ал, дайын болсаңыздар. Мен немеге дайындап отқан білмеймін, бір тығатың ұқса. 1, 2, 3, басталды сайыс. Бәрекелді. Мен ұстап тұрайын ба, бірден кесе, не істерін білмей жатырмын. Дәке бізде моральный атакамен о деп атыр. Міне біз уже жартысына жетіп жатыр. Жақсы кетіп жатыр. Міне қазы, міне береке, міне үйде шаттық. Ой, баны Новый год 31 күні жаман асту керек қонаны. Есінің өзі қандай? Сіз қолыңызда келмейтін нәрсе жоқ екен, жеңше. Бәрін істеп жатқаныз. Сөз бойынша пока что Дәке бірінші орын алып тұр. Бізде мотивация тек сөзбен болып жатыр. Мен көмектескім келді да, бірақ мен ананы ұстадым ғой, жаңағы ішекті ұстаған кезде, мүмкін мен ұстағаннан кейін жыртылып қалды деп ойладым. Себебі мен дұрыс емес ұстағанымды сездім да, мен көмектесем деп наоборот бытышын шығарып жібердім ана жақтан. Бір түрлі формулалар шығып жатыр, бірден айтайын. Айналдырып салып жүрмесе, айналдырып. 1 минут қалды, құрметті қатысушылар. Дәкеге тұрмысқа шыққым келіп кетті. Итеріңіз. Сәбиркиндерде анаконда ма бірдеңе шығып жатыр. Кім тауып отқан, бұл давайте. Істей итеріңіз. Аузын тартып тұрған кезде, мысалы, мен уже істеп жатқан кезде жұмыс барысында көрсеңіздер, мен уже лайфхакта болдым. Бір жаны ұстап тұрып, осынан домалақ қып, кигізіп тұрсаң, кіреді екенім, соны түсініп алдым. Күлдіртті. Нажан. Тығыз жіберсей дейді. Бізде қарын не қылып жатыр ғой? Етке расчет дұрыс емес қой. Қазір чек жыртылып. Сен өз қарынды айтасың ба? Жыртылып жатыр. Ана жағында бір зубочистка жібере қойыңыз. Бізде қарын таусылып қалыпты негізі, етіміз артылып қалды, қалай болады екен? Айттым мен жаңа қарынды өлшек деп. 4, 3, 2, 1,
Стоп! Мы все. Болды, орынға қоямыз. Қоямыз. Всё. Қоямыз. Қойылды. Ровно жетті бізге. Және үшінші команда. Болды. Осы жерден бүйтіп қойсаңыз. жасаймын деп үміттеніп жасап жүрген қазы именно сол моментте деген жыртылып позорым шашып. Мен қазір наразылығымды айтамын. Жарты шаг артқа жылжимыз. Иә, зубочисткамен қадаңыздар. Болды. О, міне жарты шаг артқа. Толқын тәте, жарты шаг артқа. Жарты шаг артқа. Қазы иә, бұрын жасап көргем. Бірақ енді андағы ет деген слишком дөу болды ғой. Тамаша, біріншіден шапалақ ұрмай қойыңыздар, капалыш болса еткізіп, артынан бүйтіп. Қара, мен басында сұрадым, егер көрермендер куәгер болса, халық көріп тұрса, мен сұрадым, размер сия ма дедім. Я деп айттым, ішек қарын размер бірдей ма дедім, я деді. Бізде мұнанша ет артылып қалды да, ал қарын бітті міне. Жоқ, оны сылт тастадыңыздар. Қайсысы? Мына етте. Бізде де тура сондай толстый болды. Бізде міне нет кетті ғой. Қарын жыртылып отыр ғой. Бізде соңындағыны. Енді просто қазір өлшеп көрейік та, просто былай Жоқ, шек бізде де жыртылды негізі. Просто сіздерде арасында воздух көп екен. Көп етті алып жіберді содан кейін. Жаңағы басқа семьялардың қазысына өзім көңілім толмады. Бізде сұрап болмады бәрін. Тамаша. Сұрақ болғанда біз кінәміз жоқ. Міне. Мен соны сұрағым жаңа. Разиялардың командасы. Качество қарамаймыз еді ғой. Соны сұрадым ғой мен. Сұрадым ғой, басында бәрін сұрап алдым. Качество ма, ұзындық па деп. Үшеуіңде ұтылдыңдар, бір-бір қойдан бересіңдер. Саған ауыз біршіліктерің жоқ екен. Доғар деш. -1. Енді я оның бәрін енді ойын екен түсініп тұрмын ғой, сонда да енді жас емеспіз ғой, ойнағып ұтылып қалдым дегендей қап енді. Бірінші жасап атқан жоқпын ғой енді ана. Эксперттер келіп айтсыншы, просто мына жақта да дау болады, деп. Мен шешсем отқан біліп тұрды анда, эксперттер келсінші де, уверенно айтып тұрғанда ше. Мен өйткені сенімді болып тұрмын да өзімнің ұтқаныма. Мен қойды бермеуге вариант жасап жатырмын мына жерде максимально. Болды. Сенімді болдым, өйткені айдан анық көрініп тұрды, біздікі ең жақсы болғаны. Оны былай да невооруженным взглядом көрініп тұрды ғой. Қайсысы ұзын? Қайсы сапалы? Ол сапаға Қайсысы ұзын? Маған бір минут беріңіздер. Жоқ, міне, қараңыздар. Просто давайте изначально объясним, пожалуйста. Мен өзім айтам. Құрметті қатысушылар, қазір сіздер сөйлесеңіздер, сразу соны үшінші орынға түсеміз. Болды ма? Мен ғана сөйлеймін. Қараңыз, 3 қазы тұр. Біз 2 минуттық бердік. Қайсысы ұзын, сол жеңіске жетеді дедік. Енді ойыңызша мынау бірінші орын, мынау екінші орын, мынау үшінші орын деп тұрсыз. Сіз білмейсіз кім жасаған, сондықтан бірден айтыңыз. И жеңісті де мойындай аламын. Өйткені мен егер жеңіп тұрып, маған берілмей жатқан білсем, мен сөз таластырып, сосын әйтеуір алуға тырысамын, өйткені көріп тұрсыздар. Ең сапасы мынау бол. Сапаға емес, ұзындыққа. Болды, сөйлемейміз. Вообще дұрыс емес қой Себебі достар. мына жер қараңыз, жыртылған. Жоқ, Жаныбек аға, послушайте, пожалуйста. Хорошо, жарайды. Изначально Жоқ, Разия сапаға да сапаға деп айтқан жоқ. Сапаға деп айтқан жоқ. Бәке, айтшы. Мен салғыласам уже әйел болып кетті, бір нәрсе деп айтамын, қорқыттым. Жәнібек мырзаға айтам. Жәнібек мырза, біз басында келістік, ұзындыққа да келістік. Сапа дейтін әңгімеде ештеңе болған жоқ, сондықтан қайсысы ұзын, соны таңдап беріңіз бізге. Болды. Біздікі аккуратный басталып отыр еді, соңына қарай жыртып алдым да. Ол менің ең гасягым неге жыртып алған, қатты тартып жібердім что-то. Мынау точно үшінші орын. Қой беретін адам мынау. Так, бірінші орын қайсысы? Неге оны үйтіп істедіңіз? Қысқа ғой, ең қысқасы осы. Өйткені қарным бітіп тұр ғой. Мен сол үшін сосып тұрмын ғой, максимально берілген осы емес пе? Мен сіздердің ережелеріңізді білмейді екенмін. Ладно, жақсы, мен онда эксперт ретінде болмаймын. Мен жай көрермен сияқты шеттен келген, мен кім қайсын тартқанын білмеймін. Өз пікірімді айта саламын. Болды. Ең сапасы мынау, ең қысқасы мынау. Ал ең ұзын дегені Мынау сапасы наши. Мынау жоқ, ұзындығы біздікі де ұзын болып тұр. Я, мынау ұзын болып тұр. Ұзындығы ұзын болып тұр бәрі. Жоқ, мынау по факту бір екенін мен мойындаймын. Жоқ, маған екімен шешіп мынаның берсеңіз шегі бірдей болып тұр. Мынамен мысалы. Көрермендер көрді деп ойлаймын. Мен ол кезде өзімді екінші орынға достойнымын деп ойладым. Сол үшін мен сол жерде біраз Жанбек мырзаға қараңыз деп айтып тұрғаным сол себепті. Егер де реально нашар болып тұрса, мен демей тұра беретінмін. Жоқ, ана біткен ғой, жыртылып қалған ғой, братан, ана соңы шықпайды. Мына екеуінің тағдырын шешіп жоқ, енді мына соңындағысы ана салынбайды ғой, по факту ет кірмей тұр ғой. Ет кірмейді ғой ана по факту. Енді жәке, әйтпесе ет салатын болса ет кірмей тұр, бірақ осылай жасалып тұр ғой, бұл санала ма жасалған да? Етке сорпа бетке деп нефтем. Енді қараңыздар. Бұл қазын не үшін тартады? Қайнату үшін. Қазанға салып қайнатасыз.
ал мына жыртықты салсаңыз не болады? Иә. Жарылып кеткен. Иә. Еті бүйтіп Иә. шығып кетті. Аха. Ал мынау жыртық емес. Жоқ, мынау Жәнібек мырза, мынау все идеал, мынаны все оставляем, всё. бір все отдаем. Болды, иә. 2 мен 3 шешіп берсеңіз маған по факту болды. Болды. Дәкеде бірақ мойындап тұрды ғой, бірінші орын сіздерге так лайық болып тұрсыздар, мен екінші орынға таласып жатырмын деп. мен басында ше максимально өзімді ақтағым келіп қазір жасаған сайысында ше ұзындығы ғой деп. Ну мынау үшінші орынға ұқсап тұр. Мен білмеймін кімдікі екенін. Біздікі жыртылып қалды. Біз оны никак оны өзіміз ести алмадық. Бізде мына жерге ғана, вот мына жерге дейін ғана. Я шын Честно, айтсам, мы даже не обидимся үшінші орын болса, если айта берсеңіз. Бірақ в конце уже соңында мен қазір екінші орын алсам әділетсіз болады деп ойладым. жақсы болды иә, мен білмейтін кімдікі екенін. Смело айта беремін. Мынау үшінші орын. Болды, рахмет Жәнібек мырза. Бетке басып айтқаныңызға. Мен қазір мынау деген кезде деп атыреді уже. Болды. Бірінші орын алған кім? Сабиркендер, құтты болсын. Заслуженно, шын андай көрініп тұр. Ешкім не спорит с этим. Наны 3 орынды да осы алса да болады негізі. Екінші орын алған Біздікі. Дәке, үшінші орын алған Разия. Енді Сабира енді көрініп тұр, молодец, пысық. Болады енді біздікі де. Дәке бүйтіп ұстап, Білеміз ғой, әр сайыста бізде ешқандай әлі сайыс болған жоқ, 3 отбасы да разы болған. Сондықтан кез келген сайыста бұндай әңгімелер болады. Біз әрбір, мысалы үшін қазір жасайтын экспертті, мысалы сиыр сауған экспертті әкелсектер де сіздерге жақпайды. Сондықтан бәрінің көңілінен шығу мүмкін емес. Осы сайыстың нәтижесі Сабиркен бірінші орын, Дәке екінші орын, Разюша үшінші орын. Болды, құттықтаймын. Алғашқы қазыларымыз құтты болсын. Келесі қазыларыңыз мынандай, сосын мынандай болмайды деген үміттеміз. Сабиркен нағыз келіндік шаблонмен әдемі өнер көрсетті. Сайыс болғаннан кейін өз болады енді сондай. Енді алдындағы сайыстарда да көріп отырмыз ғой. Қатып қалған творогты жасадық қой, құрсын, қырылып болсын. Бірақ жасадық, оны алып тастап басынан жасатқан жоқсыздар сіздер мысалға. Так, Сабиркен, қалай бұлай идеально жасауға болады? Негізі мен ойлаймын, бұл командная работа деп. Сосын біздер шыны керек жасап атқан кезде сайыс туралы біз ұмытып кеттік, иә? Жай бізге жасаудың өзі процесіна қызық болды. Не деген Дағы шүкір деп, я ангел деп сөйтіп тұрсақ. Содан кейін бізде как-то жыртылған жерлерде біз уже тоқтап жыртылған жерін бетіп. Негізі қай жерде жыртылды? Мына жер ғана жыртылды. Басы жыртылды да, содан кейін уже кетіп баратқан кезде ұстадық та, короче. Бәсе бір кездер бір қараған кезде мимо істеп атқан болдыңыздар да, сосын қайтадан күшті қылып жеткізіп алдыңыздар. Біз істеген қазы шынымен де жыртылып қалып, еще оны айтуға бола ма болмай, біз последний минута уже біткен кезде уже салып бастадық та қазыны. Бір хитрость деп қойдық та, сондықтан үшінші орын алғанымыз біздің әділетті болды ол кезде де. Біз басы әдем басылып келеді, наоборот. Сен сөзбен бірінші орында келаттың ғой, сөзің алдына шығып кеттің. Күшті кіріп атқан кезде ойладым, жыртып жатырмын мен деп ше, күшті жатырмын деп ше. Бізде басында аяғында мен болдық. Разюша, сіздерде мен барынша сіздерге кедергі жасамауға тырыстым, бірақ басында ет қайда кетіп баратыр, не істеп жатыр, біреу жыртылды ма или басы да соңы жыртылып қалды ма, сондай бірдеңе болып қалды ма? Мен түсінбеймін вообще. Оның ешқандай? Мен ештеңе айтамын. Басы жыртылып қалды, иә? Сосын соңына қарай соңы да жыртылып қалды ма? Соны уже жыртылып тұрды ма? Бірінке болды, мен бет салып жатқанда бірақ көрдім оны жыртылып. Мынау осы жағынан бастап кіргіздіңіздер сіздер, иә? Сонда. Болды. Бірақ иісі ше, кайф болып тұр ше. Кәм реально үйде пісірсе бар ғой, қатты күшті иіс шығады ма ше. Давайте пісірейікші, қазір пісірейікші. Жегенде, өзіміз пісіреміз. Біздің істеген қазымызға қарап тұрмыз да, мама екеуміз бірімізге қараймыз, қазыға қараймыз. Біздің не айтарымызды білмей қалдық қой. Все-таки үшінші орынға лайықты болып тұрық деп. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, амансыз ба? Бәрі жақсы? Ешқандай проблема жоқ. Дәке, қалайсыздар? Қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы. Жұмыс жүріп жатыр ма? Жұмыс жүріп жатыр. Жақсы, керемет. Сол алыстан келіп, Астанадан кеше ұшып келдім. Бүгін ерте тұрып, көңіл күйім өте көтеріңкі. Ауылда стройка жүріп жатқан шығар, қазір барып көрейік. Қалай болып жатыр, прогресс қандай болып жатыр деп келіп жатырмыз. Қазір көреміз Разюша не істегенін бір апта бойы. Так, маған Оралбек уже апалықпен
құюға дайынбыз деп айтып еді ғой. Жоқ, Оралбек құйып жатыр уже. А сіздер? Мен кішкене жұмыс. Что-то мен вообще жұмыс жүріп жатқан көріп тұрған жоқ. жұмыс енді жүрейін деп жатқан Ел жүрейін деп отырмын. Апалқысын бәрін шегелеп. жүрейін деп қыздырып жатыр да жүр деп. Жер қатпаған жоқ па? Жоқ, нормально, жер тоң түскен жоқ. Беті ғана қазылады. Мен почему-то андай дайын болмайды деп ойламадым. Сосын дайын емес болып қалған кезде как так деп ойлап қалдым да өзім. Сосын Дәуіт ағамен сөйлескеннен кейін Дәуіт аға айтты да, жалғыз өзі оны істей алмайды деген сияқты. Менің алдым жағдайы бүгіннен бастап өз тоқтады. Енді малдардың барлығын сол мамамда өткен айда алып барамын. Потому что өзімде не жоқ, қыстық жылы қоя жоқ. Мамамда өткенде сол малға специально арналған откормочный база бар. Пока күн жылығанша сойқа қамаймын малдарды. А стройка ше? Стройканы қазір уже қар жауып кетті. Мынау не стройка жасаймыз деп келіскен кісілер уже отказ берді. Мындай погодада біз стройка жасамаймыз дейді. Басқа көмектесетін адам жоқ, мен жалғыз өзім қолымнан келмейді оны. Қора туралы айтпай қойыңызшы. Салынған кезде бірақ айтайықшы. Қораның дайын болмауын мен негіз білмедім өзім. Мен ойладым енді солай болып қалған шығар, ауа райына байланысты, ол енді кешірілетін шығар деген ойлар болды. Так, шын айтсам, мен осы жерге кірген кезде уже опалубкасы құрылып тұр. Бетон құйылып жатыр деген. Потенциально қора бар деп ойлап келдіңіз ба? Дәке, сіз қалай ойлайсыз? Үлгереміз ба? Үлгереміз, қылаңды фундамент қатса болды әзір. Қоспасын бәрін қосамыз. Кірпіш келді, цемент келді, утеплитель келді, опалубка келді. Жаман айтпайды. Просто сіз егер цемент қатпай қалса, ол көктемде үгітіліп түсіп қалады. Қабырғаларыңыз құлайды. Оның сапасы болмайды. Біз мынаяқта күліп ойнап жүргеннен бір серьезно қабылдамай жүрген шығарымыз мүмкін. Отбасылық сайыстардың өзі андай, бір жеңіл вайппен, плюс вайп болып жүріп қой барымыз. Бірақ бұлай ойлап қарасақ, шынымен де ертең біз қора салып бітірмесек, біздің қойларымыз қырылып қалуы мүмкін жартысы. И бұл шынымен бір проблема ғой. Ол не үшін ерте басталмады деген сұрақ біріншіден, жалпы материал, строй материалдың осы барлығына әкеп беруге енді келісіліп, осыған да шүкір деп алып тұрмыз ғой біз осында да. Түсінді. Августте әкеп бер десек, августте әкеп бередік, ол біздің қолымызда емес. Бізде әдейі ноябрьдің соңына қарай әкеп берейік дейтін план болған жоқ қой, деген сияқты ғой. Бір-бірімізге сілтей берсек, сілтей берілетін адам табылады ғой. Анау кінәлі, далада тұрған деп, басқа біреуге айтасыз. Енді бұл мынандай нәрсе ғой, бұл жобаның жалпы мақсаты негізі осындай отбасыларға қой беріп, қалай өмір сүріп кету дегенді үйрету ғой. Мысалы үшін ертең басқа да отбасылар көреді. Бізде онда басқа біреуге барып бере саламыз, қойымызды сөйтіп қоя тұрамыз дейтін сияқты. Бұндай қиыншылықтар бұл бізде ғана емес, жалпы бізден кейін басқа бір адамдарда да болады да. Соларға осы қиыншылықтан, егер де сендерде осындай ситуация болып қалса, былай шығу керек деп біз үлгі болып көрсетуіміз керек қой. Бұл жерде біз егер отмазкамен үйтіп істейтін болсақ, ертең көретін адамдарға да қызық емес болып қалады да. Онда барлық проблеманы өстіп шеше беретін болса, онда біз мал асырамай қоймыз онда деген сияқты қылып. Сөйткені бұл жобада тек 3 отбасы ғана емес, бұл жобада тек 3 отбасының қамына ғана емес, осы мал асыраймау дейтін Қазақстан бойынша бір 100 мыңдаған, 10 мыңдаған өлдім бір 20 отбасыға да үйретсек те біздің мақсатымыз сол ғой. Сондықтан осыдан ертең аман-есен жақсы күшті қора салып кетсек, и басқа адамдар да қарап, біздің де қолымыздан келеді, қар жауғанға қарамастан деген сияқты ғой. Бұл жерде 3 отбасымен ғана емес, жалпы үлкен идеологияны ойлау керек деген сияқты ғой. Жоқ, ол кісінікі дұрыс әрине, бізден әрекет болу керек. Бізде халықтың алдында ұят болмас үшін барынша тырысып жатырмыз, енді алда көреміз, салып бастаймыз деп отырмыз. Өзінің енді бір ойластырған бір варианттар ғой, бәлкім қой басқа жерде тұра тұрсын, оған дейін көктем болған кезде асықпай салып аламын, онда тұрған не бар деген ой шығар. Максимум 2 аптаның ішінде бітіріп тастайды. Максимум 2 аптаның ішінде. Қиын жұмыс жоқ қой. 2 апта деген жалпы гипсокартон жоқ, левкас жоқ, наливной пол жоқ, кафель салу деген жоқ. Жұмыстың бәрі фундамент құю, кірпіш қалау және кровлясын жабу. Бұйыртса сол 2 апта қасыңызға 1-2 қол керек сияқты, көмекші, іні бауыр, аға бауырларыңыз шақырып, одан ерте бітірсеңіз өзіңізге де жақсы. Содан кейін келіп сапасын тексереміз дәке.
тек қана анау сыртын емес, мен келіп шұқимын цемент. Үгітіле ма, үгітілмей ма? Мен точно айта алмаймын, біз 2 апта салып бітіреміз деп. Ол туралы ештеңе айта алмаймын. Вот сіздер бір қой жоғалттыңыз, қаншама уайымдадыңыздар? Иә, көңіл күй түсіреді. Бір түннің ішінде қатты аяз болса, 30, қалған 29 қойдың бәрі қырылып қалған. Айтқаны дұрыс, бірақ кішкене кешігіп қалды кісі. Ертерек келгенде уже бітіп кететін едік те. Андай суық қармас едік. Бірақ айтқанда дұрыс, ол кісіге рахмет енді. Көмегін беріп жатыр. Өзімізден де болды, кешікті болдық. Ондай жасау үшін бойынша материалдар келді. Материалдың алды осыдан 2 апта бұрын келе бастады. Ну, видите ли, еще олар сразу бір күнде келген жоқ қой. 3 күнде, 4 күнде бөліп алып келді. Олардың барлығын еще мен жалғыз өзім болғандықтан жинаудың өзі маған уақыт. Мысалы, ағашты жинау үшін, ағашты мен ана жаққа түсірте алмаймын. Мына жақтан түсіртем и дальше қолмен тасыдым. Только ағашты жинаудың өзіне маған 2 күн уақытым кетті. Одан бөлек цементті басқалары бар, солардың барлығын мен жинап біткеніме только 3-ақ күн болды уже. Арасында еще жаңбыр жауды, там погода не позволяла. Стройкадан хабар бар, 2 адамның өзі где-то жарты күн уақыт алады. Только опаловканың өзін жасап шығу. Аргументтеріңіз енді железобетон. Ештеңке дей алмай. Мәке, айта берсек, енді ұятқа шақырсам сізді, басқа нәрсеге шақырсам, толық бола ма, болмай ма? Менің ойымша болмайды. Пока өзіңіз шешім қабылдамайсыз. Вот қазір осы тұрған жерде өзіңізге, бізге, көрермендерге уәде беріңізші, 2 аптаның ішінде соғып тастайын. Себебі 2 аптаның ішінде соғып үлгермесеңіз, ары қарай 100% соғып тастамайсыз. Қыс басталып кетеді, қиын болып кетеді. Давайте 2 апта. Себя поверьте, өз-өзіңізге сеніңізші. Сіз сенбесеңіз, оны жұмыс жүрмейді. Ал өзіңізге уәде берсеңіз, болды, мен қолымнан келеді, мен істей алам, мен адам тарта алам, подсобник болсын, мастер болсын. Неважно. Жарай ма? Сөйтіп өзіңізге уәде беріңіз, қолыңыздан келеді. 2 аптадан кейін келеміз. Құрметті көрермендер, осымен екінші отбасыда уәде берді. Екінші отбасыда 2 аптада салып тастаймыз деп. Көңіл күйіңіз бара-бара түсіп бара жатқан сияқты, бірақ уәде алынды, уәде орындалады деген үміттеміз. Болды, уәдеді алдық. Әрі қарай жылжимыз. Бұл шетінен Жәнібектің айтқанында дұрыс деп ойлаймын. Енді екінші шетінен Жәнібек бізді де түсінсе болады. Мен өйткені 30 қой деп жұмыстан шығып кетпеймін ғой. Дайын емес, қыс келіп тұр, дала аяз -10 болып тұр. Алматының аязын білесіздер өздеріңіз, қалай сезілетінін. Қар жауып тастаған, қора дайын емес. Дайын емес болғанда мақұл, мысалы, қабырғасын көтеріп қойса. Ол жерде 2 отбасыда фундамент та құйылмаған. Оны қай уақытта құйылады? Сол 2 отбасымыз проектке қалай немқұрайлы қарап жатқаны ұнамады, сол. Есіңізде ма, қалай шулағаныңыз? Шөп жоқ, ойбай шөп алу керек, қыс келе жатыр, неге асып жатқан жоқсың деп маған тиісіп едіңіздер ғой. Ұрсып. Ақшаңыз дайын тұр, ақшаңыз. Жоқ, мәселе ақшада емес, мәселе келіскенде ғой, келісімде. Біз сізбен қалай келістік? Мен жаңғыз өзімше қолым тимеді. Біз жұмыс арасында былай қыламыз деді. Қазір біз жаңа заманда тұрып жатырмыз ғой, технологиялар бар, қолыңызда телефон бар, бәрі телефонмен шешіледі. Каспимен ақшасын лақтыра салсаңыз, өздері алып келіп түсіре салады ғой оны. Шөп бар. Бұл осылай негізі қардың астында тұра береді, иә? Қардың астында тұра береді, ештеңе болмайды. Шөп негізі 2-3 жылға дейін тұра береді. 3 жылға. Ал үстін жауып қойсаңыз, одан да көп тұра береді. Негізі ауыл шаруашылығында жем шөпті запаспен алу опция емес, ол міндет. Себебі ешқашан артық етпейді. Иә, ешкім білмейді қыс қандай болатын. Көктемде қандай болатын. Биыл біз көрдік қой. Қыста жұт болды, көктемде тасқын болды, біраз мал қырылып қалды. Ол не себептен? Дайын болмаған. Иә, дайындық болмағаннан. Сондықтан сізге рахмет. Шірімеген вроде, мысалы, шіріген шөп қарайып кетеді. Арасында қара шөп жоқ. Ол қалай емес. Яғни сапалы. Сапалы. Болды. Иә. Ережеге сай кеп тұр. 1 тонна 200 килограмм не алдық, жем алдық. Айтқан бойынша. Бәрі осы жерде, иә? Бәрі осы жерде, тұстардың бәрін салып тастаған бөліп. Килограмм. 80. Иә. Тонна 80 Арпа килограмм.
таза. Иә, таза арпа. Ылғал емес. Ылғал емес, құп-құрғақ барайбет. Арпа пойдет. Мынау негізі мен кебекке қарсымын. Менің құнар жоқ. Құнар жоқ, енді кішкене тойым болсын деп қосып қоямыз. Бағасы жемнің бағасындай. Қаншаға? Бағасы негізі арзанда болды. Ну, қанша? 35-тен ғой деймін. 35? Көп алған жоқпын, бір 4-ші қана алған. Бұл жем емес, бұл ненің қабығы ғой. Пішіне сияқты ғой, не тоймайды, не тоймайды, не просто сіңдіреді ішін, болды. Мына дәндер тартылып осындай болады. Негізі жемі осы ғой. Иә. Мысалы, сиыр бар емес па? Сиырға осыны бүтіндей берсек, ол осының 30%-ын тышып тастайды. Сонда осындай тартып бересіз, немесе тартуға мүмкіншілік болмаса, бұны бір қайнатып жіберсеңіз жібітіп, осындай болады. Тамаша. Мұны құрмет көрермендер бізде тартылған алдыңыз, иә? Молодец. Так, тартылған ба? Мен тартылған арпа. арпа. Бәрі бүкілі тартылған. Иә, түгел тартылған арпа. Керемет, жақсы. Негізі менің кеңесім осы мал шаруашылығында малды бордақылауға, малды қыстан аман алып қалуға ең ыңғайлы культура ол арпа. Бидай өте ауыр болады, кейбір кезде бидай көп жеп қойса, мысалы, күпті болып қалады, аяғына ауыр түседі дейді, тағы басқа мәселелер көп болып қалуы мүмкін. Сондықтан арпа берсеңіздер, рисктер өте төмен болады. Уәде бердіңіздер, тауып қоямыз деп, түсіп қоямыз. Шөп жоқ, и стройка басталмаған. Өзіңіз көрдіңіз, апалыққа құрылмаған, сондықтан менде күмән бар, шын айтайын, үлгермей қаламыз ба деп, созылып кете ме деп. Бұның бәрі отағалардың қолы. Барынша барлық жағдайда көмекті көрсеттіңіздер, енді ары қарай жұмыс осы күтіледі. Рахмет, алыстан қараған кезде мен қарамай тұрмын. Басыңыз көтермеңіз. Көтермеймін. Көңіл қоштатындай бір-екі вид көріп тұрмын. Тұстары өте уверенно, яғни бірдеңе бар деген сияқты. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар? Да, кеңнен сразу видно, ұтылатын кезде видно. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер, қош келіп отырсыздар. Жаманатты болып келе жатырмыз. Өте дұрыс. Берілген задание орындалған болса мақтау керек. Орындалмады ма ұрсу керек, даттау керек. Бұл конкурстың шарты сондай, бұл шоудың шарты сондай. Басқа отбасылардікі дайын болмаған кезде мен ойладым, біздікі де дайын емес шығар деп, себебі бір ауылдың адамдары бір-бірімен ақылдасып сөйлеседі. Бізде бір жақсы жаңалық бар, бір жаман жаңалық бар. Қайсынан бастайық? Жаманнан бастайық, үйреніп қалдық. Жаманнан бастайық, біздің газель мотор кетіп қалды. Жоба тоқтаты жоқ, просто для настроения айтып жатқанмын, чтобы үйдің вайбын сезіну үшін. Нан товар машина тоқтап қалды қазір. Моторы? Енді 10 миллион. Лан Крузердің 4. 10 миллион. Бұл газель аламыз. Жоқ, қорамызға уверен болып тұрық па? Аванс жоқ па деп тұрық, аванс 1-2 миллион жоқ па? 10 миллионды көрсетпейсіңдер ма? Жақсы жаңалық. Қора почти өтіп қалды, жүріңіздер, қош келдіңіздер. Қораның ішінде де жылы ғой біздер. Болды, әдемі. Шын екен. Бар жоғы, бір-ақ аптаның ішінде ғой, бір-ақ аптаның ішінде. Бір құшақтап жібергім келіп тұр біреу. Орекең құшақтап жіберіңізші, еще жалғыз өзі соқты ғой, прикинь, жалғыз өзі. Енді өсек айтқандай болып көрінбесін, бірақ жаман нәрсе күттік енді. Мен ойладым кірген кезде сол алаң болып тұр, стройматериал бір шетте, желание басқа шетте. Мен үйді алыстан көріп келе жатқан кезде, қораның шетін көрген кезде, да неужели дейтін болдым, мен айтам, қатты қуандым. Жәке, өдейсіз? 4, 5, 6. 7-ші кірпіш қайда? Или? Не ғой? 2 метр алдым ғой? 2 метр алдым дейді. Фундамент бар ғой. Уже нені құйып қойдыңыз ба, не? Сейсмопоезді? Иә. Кимай ма, қой бит тұрып кірсе. Даже вот критика айттым кимей тұр. Что? Негізі... Алды 7 болу керек дейсіз бе? 2-де 4 биіктігі болу керек. Не қоям ғой? Сиыр, қой сиса болды емес па? Көлемі, чертеждің көлемінде бірдей болып тұр ма, или кіші ма? Бұдан кіші, бұлай түседі. Тағы да саласыздар, да? Болды. Жалпы тех задание берілген мен кештеу білдім, және де мен ойлаймын, 2-де біздің биіктік фундаментпен қосқанда 2-де 20 болады да биіктігіміз. Қанша биік қой болса да, сиыр болса да, сол 2-20-ға сияды ғой негізінде. Тех требование дейсің бе? Оны оқымадым мен анықтап, бірақ көрдім де келген. Ондай қылады. Мен Жәнібектен сұрағам. Ол Жәнібек айтты да, квадратурасы келсе болады. Өздеріңіз білесің қалай салатын.
және жәке уже іші жылы ғой байқадыңдар ма? иә сұрақтарыңыз болса бірден қоя беріңіз. Міне фундаменті мынандай фундамент көрмеген мен өмірде. Фундамент бар, сейсмостойка құйылып жатыр. Бұйырса крыша жабылады. Стеклоларын бәрін әкеп өлшеп қойып қойған, жасап қойған. Ең басты фишканы айтайын, бұл қорадағы ең басты фишка Орекең жалғыз өзі жасап отыр. Да? Да. Сонда бір адамның қолынан келе ма осы жұмыс? келеді ғой енді бірақ нетесің ғой өтіп бара жатса ананы ұстап алады мынаны ұстап алады Бергелеу деп бір апталы ешкім өтпей қалды қазір енді биіктігі 2,5 болғанда ол 2,5 үй емес мына 2,20 қазір примерно жерденші Көремін енді, айтам сізге. По-моему, жетірек болу керек еді. Ой, 7 қатар болғанда оған 7 қатар қылатын болсақ, мен кірпішім жетпей қалайын деп есептеген болмай. Орекең жалғыз өзі сосын екі қыз бар, көмекшісі. Екі пацан кішкентай ғой әлі. Осымен ұрып жатыр екен Орекең. Риза болдым. Аны сиырлар үйде отыр. Ауызша көмектестім. Қолмен көмектестім. Ол деген жобаға деген немқұрайлы қарау деп ойлаймын, жауапкершіліксіз қарау деп ойлаймын. Бұл негізі жобада тапсырма берілді ма, мысалы Жәнібек мырза тапсырма берді, жоба басшылығы тапсырма берді ме, жасау керек қой. Либо конкретно екі қой қойып тастасын. Бір қойда қойып тастасын конкретно. Талпынысыңызды қолдаймын. Осылай жұмысты жасау керек. Мен ғой негізі асықтырған. Ана қой менен сиыр далада тұр, тезірек бітірейік, кіргізейік ішіне. Обал болды, қар жоқ бітті деп. Еще бәрі буаз. Сол мына жерге бүйтіп тағы да соғып, мына жер мал қорап, мына жер баня қылсақ па деп отырмыз. Мына жер баня коммерция ашамыз, сосын ана жер Айгүл деген магазин ашамыз. Жалпы осы жобада байып кетейін деп отырмық. Неге Айгүл? Дұрыс. Таяқ жейміз, Диля деп ашайық. Таяқ жеп қалған. Диля, өлі. Дәкелердің отбасына мен шапалақтағым келеді қолымды өйткені. Оралбек аға вообще жарайды. Не болса да ешқандай сылтау айтпай жасап тастағанына риза болдым негізі. Шын айтсам, қуанышыма шек жоқ. Шын айтсам. Сөзімде жоқ. Ештеңе айтқым келмейді. Не қуанғым келмейді, көз тиіп кетпесін деп. Не замечание айтқым келмейді. Алдындағы жағдайдан кейін осы қазір көріп жатқан нәрсем мен үшін үлкен бақыт, шын айтсам. Сол үшін алып қойдық енді. Вообще Оралбек аға молодец деп ойлаймын өзім. Қалай ол 1-2 күнде уже почти бәрін строить етіп машина ғой. Ну за 2 недели соның өзінде 2 аптаның ішінде уже полностью почти бітірді. Бірақ Ореке красавчик, блин, ризамын. Мощно. Құрметті көрермендер, комментарийға бір-екі рет жазып қойыңыздар. Оқисыз ғой сіз комментарий, иә? Шығарылымдарда. Я мақтап қойыңыздаршы, Орекеңдер комментарийда мақтап қойыңыздаршы, молодец азамат екен деп ше, жалғыз өзі соғып жүр. Осындай үлкен, көзге мүмкін көрінбей тұрған шығар, а так мына үлкен үй сияқты соғылған. Боспаевтарға рахмет. Оралбек молодец, қолынан біраз нәрсе келеді екен. Көрініп тұр, что отағасы өзінің бала-шағасын қамын ойлап жатыр, болашағын ойлап жатыр. Сол үшін барлығын істеп жатыр. Ана жылдар сөйлескен кезде өзінің мотивациясы бар, ешқашан ұмытпайды ол нәрсені. Бізді Орекеңнен сұраған ғой мен. Арманыңыз қандай, братан деген ғой. Арманым көп қой дейді. Я айтам, материальный арманыңды айтшы деймін, материальный арман десем. Қаладан квартира алып қойғым келеді дейді. Не үшін десем, бала-шаға өсіп жатқан жоқ қой, қыздар өседі, көбі мектеп бітіреді, универге түседі. Қалада квартира алып қойсам, әкем үй алған еді деп айтып жүрмей ме дейді. Айттым, Құнар плюс саған возможность қой, братан деймін, андай 10 миллион береді, ертең қаншама қой болады, сиыр болады, ол қаншама ақша, 10 миллион ақша барып Алматыдан 10-15 миллионға квартира ала аласың деймін ғой. Серьезно ма, ала алынбайды да, ала аласың десем болды, онда мен бүгіннен бастап серьезно қараймын, проектке ұтамын мен деді, болды. Мотивация главный бар. Главный мотивация бар. Вот сіздің рөліңіз осында мотивация бар. Главный мотивациясы бар. Мен түсіндірдім. Ағам дальше сол үшін де ғой мынаны көтеріп тұрған бірден. Тамаша. Сол үшін жаңа 1-2 миллион бар ма, мен предоплата беріп қойыншы квартираға дейді. Бір кездері просто біз Орекең андай съемка сияқты ойлап қалды ол, реально әшейін түсіп жүрмін деп ойлап қалды ол кісі ше. Ақша күйінде ғана естиді да, 10 миллион ба деген сияқты. А егер де оны дүниемен көрсетсең, уже мотивациясы оянады деп ойладым да және. Мотивацияны өлтіреді әкең. Жібереді. Келген сайын бір мотивация беріп қуантып кетеді сайын. О да бір кәдімгідей не болды, дух береді деген. Так, мына шөптің сапасы буче шөптердің шөбінен кішкене жоғарырақ. Көріп тұрсыз, жасыл шөп бар. Иә, цветі басқа екен. Тартылған да? Иә. Арпа ма? Арпа, иә. О, керемет. Міне тартылған арпа. Жақсы, керемет. Камера істеп тұр ма? Өшіре тұрш бірін. Айтамыз ба, айтпайын ба? Жоқ, бақ бергенді.
Сен айттың ба? Сол туысқандарға бір күн асарын еткенбіз кірпіш қаласуға. Ертең бастайсыздар екеуіңізде да? Иә. Білесіздер, мен сіздерге 2 апта бердім. Енді біз қаншама уәделесеміз, я жасаймыз дейсіз да. Мен 1 аптадан кейін, 2 аптадан кейін келіп тексерем, түк жасалмайды. Сосын стройка жағынан кеше сіздермен сөйлескен, ана күні сіздермен сөйлескен кезде қалай дедіңіздер? Ой, қолымыз тимейді, бір адам жұмыс істей алмайды, цемент қатпайды, стройматериалды кеш алып келдіңдер, туда-сюда деп маған айттыңыздар. Мен сеніп қалдым. Офисқа барып, құжаттардың бәрін тексеріп, мен көрдім. Кірпіштер, оказывается, қарашаның 9-ма, 10-ма келіпті осы жерге. Сіздер қалай айттыңыздар? Міне келгеніне 1 күн деп айттыңыздар. Кірпіш келуін келді. Только кірпіш қана келді, басқа не тақтай жоқ, не цемент жоқ, фундаментті немен құямыз. Келді ғой енді, содан кейін. Содан кейін келді. Кеше келіп тұрған жоқ қой, уже қанша 10 күн, 2 апта өтті келген. Өздеріңіз уақыт жоғалтып отырсыздар. Қазір міне Оралбек цемент қатып қалды деп сылтаулатып жатыр. Так не пойдет. Жоқ, енді мен айтып жатырмын ғой. Постоянно причина тауып ала бересіздер. Болғанын айтып жатырмын ғой мен. Енді қатып жатыр деп күте бересіз ба, пока көктем басталғанша? Бір шешім тапсаңыздаршы, маған жазыңыз, звондаңыз. Не істейміз, но қатып жатыр деп. Значит, антиморозның сапасы нашар. Или бұндай температураға, аязға арналмаған. Іздейік -10-ға дейін шыдайтын антиморозды. Болатын шығар енді нарықта. Біз енді 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. 19-ші ғасыр емес. Дұрыс па? Содан кейін мен кеше Оралбектің қорасын көрдім. Уже қораның жартысын көтеріп қойыпты ғой. 4 қабырғасында көтеріп қойған. Сіздер неге оны жасай алмайсыздар? Жұмыс арасында қол тимей қалды енді. Материалды анауын тасып алдық жан-жақтан. Оралбектің есік алдында бәрі жұмыс істеп отыр. Балалар шағасымен жабылып, әйелі де, кішкентайлары да әйтеуір қасында папа давай десе де, поддержка берсе де істеп жатыр. Сіздерде вообще түк жоқ. Істейміз енді, бүгіннен бастаймыз. Сіздер, короче, мүмкін Жәнібек жас бала, момын, ондай не болатқан жоқ. қатты айтпайды, мүмкін андай смелый шешім қабылдамайды деп ойлап жатқан шығарсыздар. Бірақ бұл жоба үлкен жауапты жоба. Мен просто так жүре бермеймін. Обязательно реагировать етемін. Сондықтан, егер 2 аптаның ішінде сіздер соғып бітпесеңіздер қораларыңызды, мына мал қыста қырылып қалуға тиіс. Уже бүгін бір звоночек болды. Сиырыңыз қыстың себебінен уже іш тастап отыр, грубо говоря. Сондықтан, если үлгермесеңіздер, мен басқа отбасы тауып, осы малды соларға берем, қорасы бар. Ренжімеңіздер маған. Мен бұл былай етамайым, жүре алмаймын. Өздеріңіз ойласаңыздаршы, бәрін беріп жатырмыз. Малды да таратып берді, стройматериал. Не сұрайсыздар, бәрін береміз. Соның өзінде бір не қора саламайсыздар, не малды аман есен сақтап қаламайсыздар. Қойларыңыз қырылып жатыр. Сиырларыңыз іш тастап жатыр. Менде дайын семья бар. Сіздер ойламаңыздар, сізден басқа ешкім табылмайтынында. Мынау мал сіздердің балаларыңыздың несібесі. Кейбір кезде, знаете, мен осы сіздердің тірліктеріңізге қараймын да, қысқаша айтқан кезде, честно, не могу, мен сіздер үшін бұны жасай алмаймын. Неге мен біреудің бала шағасы туралы ойлау керекпін, солардың әкесі ойламаса. Қанша рет айтып отырмын, сіздер үлгі болып жатсыздар халыққа. Қаншама халық көріп жатыр. Қаншама халық қолдап жатыр сіздер. Сіздерге қарап ертең сол кісілер өздерінің қожалығын бастайды. Сіздерге қарап қол сілтей береді. Кімдер Дәуіттер қора салмады ғой? Ештеңе етпейді, біз де салмай қоямыз, былай қыстан шығарамыз. Мадиярлар да салмапты. Значит, 3 отбасының ішінде 2-еуі қора салған жоқ, значит, бізге де қора салмауға болады. Содан кейін бастайды, ималы қырылып қалады. Соңғы ескерту. 2 аптаның ішінде сол қораны соғып бітірмесеңіздер, мен келем да, сол күні
малдарыңызды басқа керек қылған адамдарға берем. Басқа көп балалы отбасыларға берем. Кімнің қолынан келет іс, кім өз бала шағасына мықты болашақ жасағысы келеді. Егер шарттарды орындамасаңыздар, әңгіме қысқа болады. Короче, мен бұны камера үшін айтып отқан жоқпын, жай. Реально ойымда. Потому что менің де жауапкершілігім бар. Халықтың алдында, үкіметтің алдында. Менен спрос жасайды, сен кімді жинап аласың, кімді түсіріп аласың видеоға деп. Өзіңіз көрдіңіздер, вице-премьер келді, премьер-министрдің орынбасары. Хабар телеарнасынан шықтыңыздар. Біздің президенттің қыркүйектегі жолдамасында товарный кредит деген тезис болды. Сол біздің жоба ғой, товарный кредит деген. Қаншама адам, қаншама биліктегі жүрген адамдар мысалы осын көріп жатыр. Осы семьялар жетістікке жетсін, көрсеткіштер көрсетсін деген үміттеніп жатыр. Сіздер мысалы мына проектті бүлдіріп жерсеңіздер, ертең мен де қораға кірем. Менде жауапкершілігім былай. Қаражат жағын санасаңыз, қаншама шығын кетіп жатыр. Бұл тек қана қой мен сиыр емес қой. Оның ішінде съемочный команда бар, біздің командамыз бар. Қаншама реклама кетіп жатыр, халық көрсін деп. Қаншама мен шантажировать еттіңіздер. Мадияр, сіз салмаймыз, проекттен кетеміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп. Мен сонда әңгіме естіп жүрмін. Мадияр проекттен кетеді деп. Қора салып бермесеңдер. Так же нельзя. Это как минимум еркекше емес. Во-вторых, сіз қазір проекттен кетем, бүйтем, сөйтем десеңіз, онда под удар ставите своих детей. Егер ондай мнением болса, прямо сізге айтам оны. Оны бөге барып, анаған барып, неғылан мен үйтіп айтып. Прямо сізге келем де айтам, Жәнібек ренжімеңіз. Мен проектке қатысамайым, міне малыңыз, міне шөбіңіз деп. Ашығын айтайын мен оны. Біз сөйтіп қойып едік, былай істеу керек еді деген аргументтерді қабылдай алмаймын. Жоқ, мен айтсам, давайте біздің қора туралы сөйлесек, Жәнібек мырза, біздің қора туралы сөйлесек. Кім жауап береді? Сейсмостойка құйылып қойды бізде.